Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге осындай әдемі шляпа тоқитын боламын. Бұл 1 жасар балаға арналып тоқылған шляпа. Енді бүгінгі мастер-классымда 3 жасар балаға, яғни қыз балаға тоқып көрсетемін. Менің видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп лайк басып, подписаться етіп, колокольчик батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда неше түрлі тегін мастер-класстар болады. Яғни мен бұл 1 жасар баланыкын тоқу үшін осындай ланасы Gentle деген жіпті пайдаландым. Бұл жіп 100% хлопок, яғни египетский хлопок. Осы жіппен тоқыдым. Турция жібі және номері 940 пи 414 деп жазылып тұр. Ақшыл көк цветті түсі. Бұндағы мына жердегі крючок номері 3 мм-ге дейінгі және де спицы номері 2,5-3 мм арасында қолдануға болады депті. Енді мен қазір 3 жасар қыз балаға тап осындай шляпа панама жаздық тоқиын деп отырмын. Өте әдемі тұрады басқа. Сіздерге схемасын қалдырып кетемін. Интернеттен қарап тоқығанмын. Мөлшерлерін сол бойынша алуға болады. Жалпы кигізіп көріп отырып та тоқуға болады. Мен негізі өзімнің қызыма басына кигізіп қарап отырып тоқыдым. Қазір оны жұмыс барысында айтып өтетін боламын. Қазір қалдырып кететін мына жердегі схеманы қарап, өздеріңізге сәйкесті размерде тоқитын боласыздар. Ендігі керекті заттарға біздерге жіп керек міндетті түрде. Крючок сәйкес нөмірді мен 2,5 мм-лік крючокпен тоқиын деп тұрмын. Және сантиметрлік лентаңызды дайындап қойыңыздар. Жұмысымызға кірісейік. Ең бірінші кольцо амигуруми жасап аламыз. Кольцо амигуруми деген жібімізді, жіптің соңын тек қана былай ұстап отырамыз да, өзімізге айналдырып, мына жіптің соңы жұмыс жібінің астыңғы жағында қалады. Осылай мына жердегі ашық жерге крючогымызды кіргізіп, осы жерден петля тартып аламыз, былай етіп. Сосын одан петля шығарып, міне бізде 1 петля, 3 петля подъемы көтереміз. Біздегі әр қатардағы петля подъемы осы қатардың бір столбик с накидамды алмастыратын болады бізде. Мына бізде бірінші столбик есебінде болады. Енді осы біздегі кольцо амигурумиді 12 столбик с накидам тоқтыруымыз керек тоқып. Екінші столбик с накидам накид кигізіп, екеуін бірге тоқып, екеуін бірге тоқимыз. Осылай 12 столбик с накидам тоқимыз бірінші қатарда. Міне 12 столбик с накидам тоқылғаннан кейін жіптің соңын қаттырақ тартқан кезде біздің мына ашық жеріміз жабылып, домалағымыз кішкене қысылып жақындайды бір-біріне. Енді жіптің соңын, қатардың соңын басына біріктіреміз. Ол үшін мына біздің бірінші тұрған столбиктің үшінші тұрған петлямен, соединительный петлямен, столбикпен бүйтіп былай біріктіреміз. Келесі қатарды тоқу үшін тағы да 3 петля подъемы аламын. Бұл біздегі бір столбик с накидамды алмастыратын столбик болып табылады. Енді накид кигіземінде осы тұрған біздегі әр бір петляға 2-2-ден столбик с накидам тоқылады. Яғни бұл қатарда бізде 24 столбик с накидам болу керек. 2 еселенеді. Енді мына тұрған бірінші столбиктің астындағы тұрған жаңа петлядан тағы да бір столбик с накидам шығарамыз. Міне екеуі бір жерде тұр. Келесі петляға 2 столбик с накидам тоқылады.
әр қайсына 2 столбик с накидом тоқып прибавка жасап шығамыз. Әрбір петляға 2 столбик с накидом тоқылады. Міне 24 столбик с накидом тоқылды. Енді жаңағы алдындағыдай мына тұрған бірінші столбиктің үшінші петлясымен соединительный столбикпен қосыламыз былай. Тағы да 3 петля подъема көтеріп аламыз. Тап осы тұрған петля подъема көтерілген жерден тағы да бір столбик с накидом тоқимыз. Яғни бір петляда 2 столбик болады бізде. Ең біріншісін міндетті түрде екеуін осылай тоқимыз да, кейінгісін енді бізде кезектеседі. Бұл қатарда бір петляға жалғыз бір столбик с накидом, кейінгі петляға 2 столбик с накидом тоқылады. Яғни кезектен кезек прибавка жасалып отырады. Біреуіне бір столбик с накидом, одан кейінгі тұрғанына 2 столбик с накидом тоқимыз. Мінекей тағы да соңына келіп жеттім. Енді келесі қатарда тағы да 3 петля подъема көтереміз қазір. 1, 2, 3 петля подъема көтереміз де, осы петля подъеманың қасына тағы да бір столбик с накидом тоқимыз. Яғни бұл жерде бір петляда 2 столбик тоқылды. Енді 2 петляға бір-бірден столбик с накидом тоқылады. Үшінші петляға прибавка жасалады. 2 петляға, бірінші петля, мен бір петляға жалғыз өзі, екінші петляға да жалғыз өзі, үшіншісіне прибавка жасалады. Осылай енді осы қатардың аяғына дейін өз еркімізбен тоқып шығайық. Келесі қатарда тағы да бізде прибавка болады. Мен 3 жасар баланың басына тоқығаныма байланысты мен бұл кругымды 15 сантиметрге дейін тоқуым керек. Мінекей тағы қатардың соңына келдім. Қатардың соңын басымен біріктіреміз. Егер де сіздер дұрыстап тоқып келе жатқан болсаңыздар, мен сияқты, онда бізде былай болады. Мына қатардың ең бірінші тұрған жерінде 2 столбик тоқылды ғой. Енді соңында бір-бірден 2 столбик тоқылу керек. Әр қатарда солай. Енді біз келесі қатарда қазір 3 столбик с накидом тоқимыз да, біріншісін міндетті түрде біріншісіне прибавка жасаймыз. Кейінгісі 3 столбик с накидом тоқылады. Бір-бірден. Төртіншісіне прибавка жасаймыз. Осылай қыздар қайталана береді. Келесі қатарда енді 4 столбик тоқылады. Бесіншісіне прибавка жасаймыз. Одан кейінгісіне 5 столбик. Солай біздің керекті размерімізге жеткенше, яғни диаметріміз 15 сантиметрге келгенше дейін солай тоқитын боламын. Сіздермен бірге қажетті диаметрге жеткенше менімен бірге тоқып шығыңыздар. Әркім өз еркімен. Сосын
мына бөлігіне келгенде кездесетін боламыз, узоры басталатын жерде. Ары қарай жалғастырамыз. Мінекей мен өзіме керекті мөлшерде домалағымды тоқып алдым, кругты. Енді сантиметрлік лентамен өлшейміз. Диаметрі 15 сантиметр болса маған жетеді. Міне тура 15 сантиметр болған екен. Енді ары қарай мына узор бөлігін тоқитын боламыз. Ол үшін 3 петля подъемы көтереміз. 3 петля подъемын көтереміз де, осы петля подъемы тұрған жердегі петляға тағы 2 столбик тоқимыз. Бізде мына петля подъемы ылғи да 1 столбик с накидамды алмастырып отырады. Накид кигіземізде келесі 2 петляны тастап, 3-ші петляға 3 столбик с накидам тоқимыз. Накид кигіземізде 2 петляны тастап кетемізде, 3-ші петляға 3 столбик с накидам тоқимыз. Барлығын осылай ешқандай өзгеріссіз етіп, осы қатардың соңына дейін өз бетімізше тоқып шығамыз. Келесі қатарға өтуді сіздерге қазір көрсететін боламын. Осы қатардан кейін осы техника бойынша қатардың соңына дейін тоқып шығайық. Қыздар, міне қатардың соңына келдім. Осылай бізде ортасында 2 петля қалады. Енді мына жердегі ең бірінші столбиктің 3-ші петлясына барып, соединительный столбикпен былай біріктіреміз қатардың соңын басымен. Енді біздер мына тұрған ортасынан бастаймыз ылғи да. Ол үшін соединительный столбикпен былай етіп жүріп, ең соңындағы мына жерде қазір бір столбик без накида тоқимыз да, жерде 2 петля подъемы көтереміз. Яғни 3 петля подъемы болады бізде. Осы тұрған, мына тұрған ашық жерге 2 тағы да столбик с накидам тоқимыз. Енді осы тұрған ылғи да ашық жерді тоқып шығатын боламыз. Әр қатарда 3 столбик с накидам болады әрқайсысында. Ешқандай қысқарту немесе қосымша столбиктарды қоспаймыз. Ары қарай осылай тоқи береміз. Кесте бойынша тоқып отырмын жалпы, бірақ кішкене 1 сантиметр, 1,5 сантиметрдай аз тоқып отырмын. Себебі кесте бойынша сәл кішкене үлкенірек болып шығады. Мына шапка бізде кию барысында сәл созылады. Соған байланысты 1,5 сантиметр қысқарақ тоқимыз. 3 жасар деген бағанада мына шапкамның жоғарысы, бас жағы мен 15 сантиметр қылып алдым ғой. Ол жерде 15,5 сантиметр делінген екен, және де 2-6 жас аралығында 14,5 сантиметр делінгендіктен мен сәл ғана кішкене 15 сантиметр тоқылды. Егер бір қатарды кем тоқысам, онда менде мына телпектей болатын болып тұрғансын, тағы бір қатар тоқыдым. Не дегенмен 3 жасар баланың басы 1 жасар баланың басынан үлкенірек болады. Негізгі өрнегі өте оңай. Осылай айналдыра тоқимыз. Мына шапканың тереңдігін баспен өлшедім, баланың басымен, соған байланысты тоқтатқан болатымын. Ал не төбесінен мына жерге дейін 15 сантиметр болған екен. Ал кестеде 18 сантиметр деп көрсетілген. 18 сантиметр ол үлкен болады. Слишком үлкен болып кетеді. Баланың көзін жауып кетуі мүмкін. Сол себепті осындай болып шықты. Ендігі жерде мына 3 жасар баланыкін 16-17 сантиметр қылып қалдырамын.
17 сантиметр тоқсам тура болатын сияқты. Ал кесте бойынша 19,5 сантиметр деп көрсетілген екен. Осылай мынаның аяғына шейін өзімізге керекті мөлшердегі жаңағы тереңдікте тоқып шығайық. Мына желпіншегін тоқу кезінде кездесеміз сіздермен. Мінекей қыздар, мен өзіме керекті ұзындықты тоқып шықтым. Енді мына жерден мына қатарды аяқтағаннан кейін енді келесі қатар бізде столбик без накида тоқылады. Әрбір петляға столбик без накида тоқып шығамыз. Содан кейін мен қазір сіздерге басының тереңдігін есептеп қараймыз. Неше сантиметр болған. Осылай мына қатардың бойының барлығын столбик без накидамен айналдыра тоқып шығамыз. Қыздар, тоқып қойдым. Енді қазір мына шляпаның басының тереңдігін қарайық. Тереңдігі 16,5 сантиметр болған екен. Осы тереңдік бізге жарайды. Енді мына тұрған желпіншегін тоқып бастаймыз. Енді 3 петля подъема көтереміз. 4 қатар бізде столбик с накидом тоқылады. Бірінші қатарда былай тоқимыз. Біріншісіне міндетті түрде екеу тоқылады да, келесі екеуіне бір-бірден столбик с накидом тоқылады. Үшінші петляға прибавка жасаймыз. Әрбір үшінші петляға прибавка жасалады. Екіншісі, енді үшіншісіне прибавка. Біреу, екеу. Үшіншісіне прибавка жасалады. Осылай әрбір үшінші петляға прибавка жасай отырып, шляпаның айналдыра тоқимыз бірінші қатарды. Екінші қатарында, мына қатардың соңын басымен біріктіреміз де, соединительный столбикпен 3 петля подъема көтереміз. Бірден сол петля подъема тұрған жерден тағы да бір петля тоқимыз, столбик с накидом. Енді жаңа бізде бірінші қатарда әрбір үшінші петляда прибавка болған. Енді мына екінші қатарда әрбір төртінші петляда прибавка болады. Яғни 3 петляны бір-бірден тоқимыз, столбик с накидамды. Сосын төртіншісіне прибавка жасалады. Осылай. 1, 2, 3 тоқылады да бір-бірден. Сосын төртінші тұрған петляға 2 столбик с накидом тоқылады. Яғни прибавка жасаймыз. Осы қатарды осылай аяқтаймыз. Осындай қылып аяғына дейін тоқимыз. Әрбір төртінші петляға прибавка жасаймыз. Енді келесі қатарда әрбір бесінші петляға прибавка жасалады. 2, 3, 4 столбик с накидом тоқимыз да, 5-ші петляға 2 столбик с накидом.
әрбір 5-ші петляға 2 столбик с накидом прибавка жасап отырамыз. Бұл бізде 3-ші қатар. Жалпы мен мынада 4 қатар тоқыдым. Мына жасқа 5 қатар тоқимын деп ойлап отырмын. Яғни келесі бізде 3 қатар тоқылды ғой. Әрбір 4-ші петляда прибавка болады. 4-ші қатарда әрбір 5-ші петляда прибавка, және егерде 5-ші қатарды тоқимын десеңіздер, әрбір 6-ші, әрбір 7-ші петляда прибавка болады. Осылай, осы желпіншегін өз еркімізше тоқып шығайық. Неке қыздар, мен 5 қатар тоқып болдым. Енді осы 5 қатар тоқылғаннан кейін бір петля подъема көтеріп, енді осы соңғы қатардың предпоследний қатар бұл. Тағы да столбик без накидамен ешқандай қосындысыз айналдыра тоқып шығамыз. Столбик без накидамен. Енді ең соңғы қатар қалды қыздар. Ол қатарды бір петля подъема көтеремізді. Енді біз ылғи да оңнан солға қарай тоқып жатсақ, енді бұл қатарда, соңғы қатарда солдан оңға қарай столбик без накидамен тоқимыз. Оны рачий шаг деп атайды. Яғни солдан оңға қарай столбик без накида тоқимыз. Неге? Солдан оңға қарай. Осылай осы қатарды аяғына дейін тоқимыз. Кері қарай тоқимыз. Неке қыздар, мен аяқтадым. Шет жағы осындай қайырылған болып тұру керек сіздерде. Бұл рачий шаг, мына біздің соңғы қатарымызды қатайтып айналып кетуден, бұрала беруден, былай-былай бұрала беруден қорғайды. Енді жіптің соңын жасырып, қиып керексіз жіпті осылай аяқтаймыз. Егерде мені мастер-классым ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басып, подписаться бөліміне өтіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Әлі алда неше түрлі тегін мастер-класстар болады. Қалып қоймаңыздар. Жазда өте жеңіл, үлкен кісілерге де тоқып алуға болады. Оның барлығы мана схема бойынша көрсетілген. Енді бас размерін өлшей отырып тоқыған дұрыс екен негізінде. Бұл схемада сәл-сәл кішкене ауытқулар бар. Яғни 1-2 сантиметрға кішкене разницасы бар болып тұр. Нақты қандай өлшеммен ол интернетте салынғанын білмедім. Жалпы әркімнің басы әртүрлі болғанымен, мүмкін стандарт солай шығар. Барлығын тоқу барысында көрдік сіздермен бірге. Сіздер де менімен бірге тоқып көріңіздер. Осындай әдемі жаздық шляпа панама тоқып алуларыңызға болады. Әдемі сочный түстерінен жаз мезгіліне таптырмас шапка. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда жүздескенше аман саулықта болыңыздар.